Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Армысыздар, ханымдар мен мырзалар. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Қазақстан Республика тәуелсіздігінің 30 жылдығы және қала күні 2021 мерекесі аясында Бөрлі ауданы әкімдігінің қолдауымен Бөрлі аудандық демалу орталығының академиялық жанр әншісі, өнер майталманы Самал Дінғалиеваның туған елге тарту классикалық кешіне қош келдіңіздер. Сегодня, в этот прекрасный осенний день, мы собрались на творческий вечер вокалиста академического жанра Бурлинского районного центра досуга, обладателя медали «Өнер майталманы» Самал Дінғалиевой. Всем добро пожаловать! Самал Оразайқызы Жаңақала ауданы Айдархан ауылында дүниеге келген. 1995 жылы орта мектепті бітіріп, 1999 жылы Құрманғазы атындағы Оралсаз колледжіне ән салу бөлімі бойынша және Махамбет Өтемісұлы атындағы Орал педагогі институтында жоғарғы білім алды. Алғашқы еңбек жолын Бөрлі ауылдық мәдениет үйінің директор қызметінен бастады. Самал Оразайқызының шәкірттері аудандық, облыстық, халықаралық байқауларға қатысып көптеген жүлделі орындарды иеленіп жүр. Атап өтсек, облыстық Балдәурен байқауына жігер және сенім вокалдық топтары, шәкірттері Камашева Айдана, Ерасыл Сиябуш тағы басқа сынды кереметтей шәкірттері жүлделі орындарға иеленіп жүрсе, біз бақытты баламыз байқауында Бекболатова Аружан бас жүлде жеңіп алып, Грузия еліне жолдама алып, Бөрлі ауданның намысын қорғап жүр. Қошеметтеріңіз болса. Ойына біткен тума талантының арқасында толымшағы желбіреген шақтан сахнаға шығып, ән айтып, халықтың көзайымына айналып, халықтың ыстық ықыласына бөленіп жүрген Самал Оразайқызының репертуары жан жақты. Қазіргі таңда Самал Оразайқызының ән қоржынында 40-тан астам академиялық, классикалық және де эстрадалық шығармалары бар. Ендеше сіздердің ерекше қошеметтеріңізбенен классикалық кешіміздің төрінде өмірін өнермен өрнектеген, жүрегі ән деп әуелеген ерекше өнердің иесі Самал Дінғалиева. Қабыл алыңыздар. Қошеметтеріңіз болса. Алғашқы тыңдайтындарыңыз Абдурахман Асылбековтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Нұрлы таң». Орындайтын Самал Дінғалиева, концертмейстер Елена Полищук.
Қошеметтеріңіз болса, осындай кереметтей классикалық кешімізді жалғастырамыз. Халық әні «Илигай». Кешімізді жалғастырамыз. Келесі тыңдайтындарыңыз Абай Құнанбайұлының сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Тереңдеп қарайсың». Солғылдап
Қошеметтеріңіз Самал Дынғалиева. Және де ерекше қошеметтеріңіз болса, Самалдың ең алғашқы ұстазы. Ерекше бір қошеметтеріңіз болса. Абай Құнанбаев, желсіз түнде жарығай. Баршаңызға да. Мен өзім толқып тұрмын, бәріңізде де. Осы жерде бәріңізге де рахмет айтқым келіп отыр. Мына Бөрлі ауданына, біздің бөлім басшыларына, Исатай Тастемірұлына, және де Аңсар Есіркепұлына көптеген рахметімді айтамын. Осы менің шығармашылық жеке концертіме жаңағы атсалысып, бәріңізде қолдау көрсетіп, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп отырғандарыңызға көп бәріңізге рахмет айтамын. Басымды ием сіздерге. Және де әріптестеріме, Бөрлі ауданынан келіп отырған, енді бірінші раз мен осы облыстық деңгейде өзімнің шығармашылық концертіме беріп отырмын. Енді мына жерде отырған өзімнің бауырларым, туыстарым, және де өзімнің жан жолдасым, осы өнер саласында жүрген, осы сахнада жарқырап жүрген, менің жарқырап осы жүргенім, осы жолдасымның арқасы деп ойлаймын. Сізге де басымды ием, және де балдарыма. Енді көп айтпай-ақ қояйын, енді жақында өзімнің әкемнен айырылып отырмын.
әкемнің жаңағы көрмеген қызықтарын осы концертіме келем деп осыншама енді ат салысты. Дегенмен де енді жатқан жері жарық болсын деп айта отырам. Енді менің аруағымен енді мені қолдап отырсын деп енді өзім толқып отырмын. Әке туралы әнді өзімде айтқымда келіп отыр, бірақ та дегенмен де өзімнің жерлесім, бауырласым деген Айбек деген жаңа қаладан жаңа туып өскен қымдық қан тамған жер дейді. Енді киелі жер Айдархан деген. Айбек бауырымды шақырам ортаға. Әке туралы әнді орындап берсеңіз. Қошеметтеріңіз болса, Самал Дінғалиева және де Елена Полищук. Енді барша көрермендерге ассалаумағалейкум, баршаларыңызда қош келіп жатсыздар. Енді бүгінгі біздің апамыздың кешіне баршаңызда қош келдіңіздер. Енді бүгін тек қана апамызға үлкен сәттілік, табыс тілейміз, творчестволық табыс тілейміз. Осылай етіп халықтың алдында біздің өзіміздің ақ жайығымыздың бетке ұстар әншісі болып жүре беріңіз. Біз сізді әрқашан жақсы көреміз, және де енді жаңа көзіне жас алып жатыр. Әкемнен айырылып қалдым деп, енді сол себепті бір керемет ән болсын, әке арманы, әкеңіздің жатқан жері жайлы болсын. Аман болыңыздар. Жайған бәйтерек, тереңге тартқан тамырын, сезбеппін әке ертерек, жанымның ыстық жалыны. Сезбеппін әке ертерек, жанымның ыстық жалыны. Сағыныш толы жанымды, шалпаған нәрін жиыпсың, көңілге қуат беретін, жолыма менің қиыпсың, бақытты өзің көрерсің.
өмірдің өзін көремін, әкелік асыл сөзімен жолымды тосып жүремін. Әкелік асыл сезіммен жолымды тосып жүремін. Самал Оразай қызының әкеге деген сағынышын әнмен жеткізген халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның солисті Айбек Тұрарбеков. Классикалық кешімізді жалғастырамыз. Ерекше қошеметтеріңізбенен төрімізде Самал Дінғалиева. Қабыл алыңыздар. Келесі тыңдайтындарыңыз Джиакомо Пуччини, О мио баббино каро. Қабыл алыңыздар. Ну и наша следующая музыкальная композиция Варламова «Что мне жить и тужить» в исполнении нашей очаровательной, несравненной Самал Дінғалиевой. Где ты, мой
халық әні дайдидау. Қошеметтеріңіз Самал Дынғалиева. Ваши аплодисменты самому юному поклоннику, самому юному зрителю сегодняшнего вечера. Ну а мы продолжаем наш классический вечер, и следующая композиция «Романс о позабудь» специально для всех наших гостей. Уйди теперь
брошу все, сойду с твоей дороги. Пойми меня, пойми, все прости. Жорж Бизе, Хабанера из оперы «Кармен». Ваши бурные аплодисменты, Самал Дангалиева. Ендеше құрметті қонақтарымыз, бүгінгі кереметтей классик кешімізді әрмен қарата жалғастырамыз. Барша қонақтарымызды арнайы сіздер үшін дайындалған салтанатты дастарханымызға шақырамыз. Уважаемые дамы и господа, мы приглашаем всех наших гостей на фуршет. Ну и специально для вас выступает инструментальный квартет «Инверно». Встречаем аплодисментами. Всем еще раз добро пожаловать.
Ваши аплодисменты, уважаемые дамы и господа. Инструментальный квартет «Инверно». Хошемет, шабалақтарыңыз. Классикалық кешіміздің қонақтары, осынау салтанатты шарамызды жалғастырамыз. Сіздердің ерекше қошеметтеріңізбенен ортамызда Самал Дінғалиева. Қошемет, шабалақтарыңыз. Уважаемые гости, мы продолжаем наш классический вечер. Слова Михаила Пойгина. Музыка Николая Зубова. Романс «Не уходи». Для вас поет Самал Дінғалиева. Концертмейстер Елена Полищук. Ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты, Самал Дінғалиева. Ну и наша следующая композиция «Time to say goodbye». Для вас поет Самал Дінғалиева и Айбек Турарбеков. Ваши бурные аплодисменты.
sulle finestre mostra tutto il mio cuore che è acceso, chiude dentro me la luce che hai incontrato per strada. Time to say goodbye. Parece che io adesso non ho più su nave per mare, io lo so, non ho più. It's time to say goodbye. Quando sono sull'orizzonte mancano le parole, io silenzioso che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Paesi che io ormai veduto e non sono più. Tu stai, tu sei goodbye, io con te partirò. Su navi per mari che io lo so, no, 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 e non sto più. Dai tu subir vai con te partirò. Su navi per mari che io lo so, no, 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 e non più. Айбек Турарбеков, Самал Дунгалиева, ваши аплодисменты. Ну и наша следующая композиция. Игорь Крутой. «Любовь уставших лебедей». Для вас поет Самал Дунгалиева, концертмейстер Елена Полищук. Ваши аплодисменты. Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею,
разлуки тебе подожди, не спеши. Разлуки боль сильней, любовь мою согрей, любовь столб лебедей. Разлуки боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей, Самал Дынғалиева, қошемет, шабалақтарыңыз. Мы продолжаем далее, и у нас еще один прекрасный романс. А напоследок я скажу в исполнении Самал Дынғалиевой, концертмейстер Елена Полищук. напоследок я скажу, а напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства, а напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. А напоследок я скажу: работу малую и сон еще вершить, но поли руки и стойкою наискосок уходит запах и звуки, а напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. А напоследок я скажу: Бүгінгі кештің егері Самал Дынғалиеваға қошеметтеріңіз. Мінеки, Самал Оразайқызының сахнада бейтіп жарқырап жүруіне себепші жан, жары, Жанат Марсаға бір қошемет шабалақтарыңыз болса. Кештөріне Бөрлі ауданы мәдениет бөлімінің басшысы Исатай Тастемірұлы және облыстық халық шығармашылық орталығының директоры Мәулет Өтемісұлын шақырамыз. Ассаламуғалейкум, қадірменді өнерсүйер қауым. Жалпы қазақта әдемі сөз бар: асыл тас су түбінде жатпайды деген.
Осы кешке келгелі бері самал туралы ақпараттарды ала отыра, жалпы 20 жылдың көрімінде классикалық бағыттан ажырап, эстрадалық бағытқа көңіл бөліп бет бұрып жүрген Самал ханым бүгінгі таңда тәуелсіздіктің 30 жылдық тұсында әріптестермен бірге қолдау білдірген. Осынау үлкен бір тағы да бір сонау студенттік шағын еске алып, сол шаққа қайта оралып, мынау классикалық бағытындағы әдемі ән кешін берсек деген ой қалып, сол ой бүгінгі кеште жүзеге асып отырған жай бар. Әрине, өнерді бағаламасаң өледі дейді қазақта. Сол себепті Самалдың өнерін бағалап жатқан аудан басшылығына мынау тәуелсіздіктің 30 жылдығы Ақсай, яғни қала күнінің аясында көптеген іс-шаралар Ақсай Бөрлі ауданы төңірегінде өткен болатын. Мынау сол дүбірлі тойдың әдемі бір нүктесіме деп ойлап қалдық. Сол себепті қолдаушыларға көп-көп алғыс. Бөрлі аудандық мәдениет әкімшілігіне, мәдениет бөліміне, мәдени демалыс орталығына мыңда бір алғыс. Және де бала сатқа шапса, үйде отырып ата-анасы тақым қысады дейтін қазақпыз. Тақымдарыңызды қысып, концерт жақсы өтсе екен, кеш жақсы болса екен деген ниетпенен алғашқы ұстаздары, Қалаберді жақын жұрағат бауырлары, әріптестері, костюмерлері, қателеспесем отырған. Жылдыз ханым келіп отыр, Ақмарал Ахметова келіп отыр. Жаңадан бері мимикасымен бірге қосылып отыр шамасы. Сіздің де бір қатысыңыз бар, осы кешке деп отырмыз. Баршаңызға көп-көп рахмет. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы құтты болсын, Самалдың кеші құтты болсын. Ертең алла бұйыртса, облысымыздың орталығында үлкен атамекен өнер ордасы ашылғалы тұр. Оған да осы классикалық бағыттағы үлкен ағапаларымыз, әншілеріміз келе жатыр. Соның алдындағы бір әсем де әсерлі кеш болды деген ниеттеміз. Және де бүгінгі кешке облыстық мәдениет басқармасының басшысы келу керек болатын, бірақ жаңа айтып өттім, ертең үлкен шараға байланысты қатыса алмай отыр. Бірақ ниеті тілегі бір. Құрметті Самал Оразайқызы, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында халыққа қызмет көрсетудің ең қажетті де қашанда өзекті саласы мәдениетіміз бен өнеріміздің дамуына бірден бір атсалысып, үлесіңізді қосып жүрген сізге бүгін тамаша кеш үшін алғысымызды білдіреміз. Бүгінгідей мерейлі сәтте өнерсүйер қауымға рухани байлық сыйлап, музыкалық әлемнің терең сырынан сусындатар жан-жақты репертуарыңызбен көрермен көңілін нұрға, жүрегін жырға бөлейтінде, қоғамның рухына дем, ішкі жан дүниесіне ем болатын жанды дауыстағы әуендеріңіз қалықтай берсін. Сіздің осынау өрелі өнеріңіз бен талантыңызға тәнті болған өңіріміздің тұрғындары мен қонақтарына сыйлаған әсерлі бағдарлама сізді жаңа жетістіктер мен толағай табыстарға жетелесін. Сізге зор денсаулық, ортаймасын несібе дәулет, жанұя бақыт тілеймін. Ізгі ниетпенен басқарма басшысы Сайран Дүйсенов, Орал қаласы, Қазан 2021 жыл. Кеш жарық, құрметті бүгінгі кешке қатысушылар. Бүгін міне өзіміз куә болып отырмыз, кереметтей кеш өтіп жатыр, классика кеші. Бұл кештің мұрындығы жалпы біздің ауданымыздың демалу орталығының әншісі Самал Оразайқызы кереметтей жаңа Мәулет бауырымыз айтып өтті. Облысымызда 20 жыл төңірегінде классика жанры ұмытылып баратқан деп, бүгін міне менің әріптестерімнің айтуы бойынша классика кеші Бөрлі ауданының атынан бірінші рет шығып отыр деп. Соның тұсаукесері Самал Оразайқызы, сізге көп-көп рахмет. Өнеріңіз үстей берсін, биікке көтеріле беріңіз. Біздің үмітіміз, біздің сеніміміз сіз және
сіздің жалпы біздің әріптестеріміздің барлығы да осындай тамаша кештің егері болып, сосын мынау үлкен республикалық, халықаралық сахналардың иесі болады деп, сол сахналарда өнер көрсетеді деген сенімдеміз. Мына кешті ұйымдастыруға атсалысқан облыстық мәдениет басқармасына, осы сарайдың қожайындарына және де ауданымыздағы аудан әкімшілігіне, демалу орталығына, барлық әріптестерімізге көп рахметіміз айтамыз. Аман болайық, сау болайық, осындай кештеріміз көп болсын. Самал Оразайқызы, сізге көп рахмет, өнеріңіз істей берсін. Рұқсат болса, Бөрлі ауданы әкімінің атынан осындай керемет жүрек жара тілектерімен алғыс хат табыс етуге рұқсат етіңіздер. Құрметті қонақтарымызға мың алғыс. Ендеше барша өнер сүйер көрермендер, бүгінгі кешіміз әлі өз мәресіне жетпеді. Сонымен қатар бәріңізге де тағы рахмет айтқым келіп отыр. Осында енді маған көп көмек көрсеткен, жаңағы өзінің қабысын берген жаңа Әли қызы Ақмаралды сізге көп рахмет айтам. Сізге көп басым берген. Осы кісі менімен көп салада жұмыс жасады. Сізге мыңда бір рахмет. Енді және де тағы да айтқым келіп отыр. Осы жерде көп менің жаңа кешіме атсалысып отырған жаңағы Мария ханым да, Жұлдыз, сізге рахмет айтам, Жұлдыз ханымға. Жаңа менің әріптестерім, мына алда отырған бүкіл мәдениет жаңа бөлімінің қыздары, басшылары, Аңсар Есіркебұлына, бәріңізге де жаңағы менің әріптестерім Жаңыл Кәрімқызына, Айнұр Хамитқызына, және де менің өзімнің туыстарым отыр, тумаларым отыр, бәріңізге де үлкен рахметімді айтқым келіп отыр. Соның ішінде ерекше рахметім өзімнің ауылдасым, жерлесім, туған сіңінім Арнагүл Мүбәрәк-қызына көп рахметімді айтқым келеді. Рахметім шексіз, Алладан қайтсын. Бәріңізге де көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп келіп отырсыздар. Енді сонымен қатар мына жерде біздің өзіміздің жас композиторымыз, әрі өзіміздің тумамыз Ербол Ақбасовқа тоже рахмет айтқым келіп отыр. Сізге де көп басым ием. Айбек інім бауырыма тоже рахмет айтам. Бәріңізге баршаңызға да рахмет айтам. Роза апама сізге де рахмет айтам. Ендеше баршамыз естелік фото суретке түсейік.